Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы әкімдер портреті жобасы мен материалдар сериясын жариялауды жалғастырып жатыр. Мұнда облыстардың және ірі мегаполистердің әкімдерінің жұмысына баға беріледі, болмысы таразыланады, өткен кеткеніне мән беріледі. Кемшіліктермен қуыстандыратын жағдай болып жатса, ол жағда өткір айтылады. Көптеген деректер мен мәліметтер келтіріледі. Бұған дейін бірнеше әкім жарияға шығарылды. Ал бұл жолғы кезек Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевке келіпті. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Материалдан біз Батыс Қазақстан облысының басшысын тани түсеміз. Әрі оның қауқарының қандай деңгейде екенін аңғарамыз. Мықты әкім дегенге онша тартпайтын сияқты. Әкімдер портреті Төреғалиев Сумурап деген тақырыппен бастау алған мақаланың авторы былай дейді. Биылғы көктем батыс өңірлерге қиын тиді. Қарғын су өзен көлдерді ернеуінен асырып, халықты әбден әуре сарсаңға салды. Кейбір бос белбеу әкімдердің салғырттығы үшін мемлекет басшысы халықтан кешірім сұрауға мәжбүр болғанда есте. Наурыздың соңында президент Қасым-Жомарт Тоқаев су тасқынына орай шұғыл кеңес өткізіп, үкімет мүшелерімен кейбір әкімдерге қатаң сөгіс жариялап, бірқатар облыс әкімдеріне қызметтік міндеттеріне толық сай келмеуіне байланысты ескерту берді. Атқарып отырған қызметіне лайық еместердің арасында Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев те бар. Нариман Төреғалиевтің жасы 60-та, білімі жоғары. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтын, Каспий қоғамдық институтын бітірген. Инженер-экономист, заңгер, экономика ғылымдарының магистрі. Википедия тіпті Қазақстан мемлекеттік қайраткері деген атақ беріпті. Бірақ Төреғалиевтің қайраткерлігіне күмәніміз бар. Төреғалиев расында да іскер һәм қайраткер болса, мемлекет басшысы бекерден бекер ескерту бермейтін еді ғой. Батыс Қазақстан облысына былтырғы су тасқынының салдарын жоюға бюджеттен 100 миллиард теңге жұмсалды. Жалпы сомасы 3,6 миллиард теңгеге 9994 отбасы бір жолғы төлем алды. 10.222 отбасына 3,7 миллиард теңгеге материалдық өтемақы төленді. Зардап шеккен үйлерді жөндеуге 4,3 миллиард теңге бағытталды. 42,3 миллиард теңгеге 2015 пәтер сатып алынды және 775 жаңа тұрғын үй салынды. Әрине, былтырғы алапат тасқынды тоқтатуға Төреғалиевтің бәрібір шамасы жетпейтін еді. Өйткені табиғи апаттың ауқымы сұмдық болды. Бірақ Сумурап әкімнің сылбыр қимылы шығынды еселеп жібергенін айтуымыз керек. Сумурап деп егістікті суаруға басшылық ететін маманды тоған басын айтады. Былтыр Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевтің бірінші орынбасары болған Ержан Балтаев істі болды. Оған 2500 айлық есептік көрсеткіш немесе 8,6 миллион теңге айыппұл түріндегі айыппұл тағайындалсын. Мемлекеттік қызметте қызмет атқаруына өмір бойына тыйым салынсын делінген сот үкімінде. Мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес, егер орынбасары істі болып, қылмысы сот үкімімен дәлелденсе, бірінші басшы қызметінен кетуі керек. Бірақ Нариман Төреғалиев қызметінен кеткен жоқ, тіпті кету туралы өтініште жазбаған. Былтыр орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Нариман Төреғалиев бұған қатысты бүй деген. Түсіндіріп кетейін. Менің орынбасарым Ержан Балтаев өкілеттігін асыра пайдаланып өз қызметінде сыбайлас жемқорлықпен айыпталған болатын. Ержан Талғатұлы Балтаев осы қылмысқа барған кезде ол жайт 2023 жылдың ақпан айында болған. Яғни мемлекеттік қызмет туралы заңның 60-шы бабына сәйкес. Бұл мәселе қалай болды? Әлеуметтік желіде осындай әңгіме болып жатқанын көрдік. Одан кейін орынбасарым Балтаевты шақырып, осы мәселені анықтадым. Қаншалықты дұрыс екенін өзінен сұрадым. Біз комиссия құрдық. Сол комиссия жұмысының қорытындысымен ол өзінің қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланғанын мойындап, түсініктеме жазды. Соған байланысты мен оны теріс қылықтар үшін жұмыстан босаттым, яғни сотқа дейін. Батыс Қазақстан облысының әкімі бірінші орынбасарының қылмыс жасағанына қатты өкініп, отставка жөнінде ойланыпты. Бірақ ойлана келе, отставкаға кетпеймін деп шешіпті. Мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес, егер менің қарамағымдағы орынбасар
орынбасарым сол қылмыс жасаған мерзімі 3 айдан асып кеткен жағдайда мен отставкаға 10 күн ішінде беремін. Бірақ ол қылмыс жасалған кезде менің келгеніме 3 ай асқан жоқ. Мен 2022 жылдың 2 желтоқсанында тағайындалдым. Яғни ақпан айында менің келгеніме тек 2 ай болған. Ал қылмыс жасалған мерзім 3 айдан асып кетсе, сәуір немесе маусымда болған жағдайда мен отставкаға берер едім. Сондықтан мен заңға сәйкес отставкаға берген жоқпын. Заң бәрімізге ортақ деп көмілжіген сонда әкім. Биылғы жылдың 1 қазанындағы дерек бойынша Батыс Қазақстан облысында 695,3 мың халық тұрады. Өңірде халықтың табиғи өсімі кемеген. Мәселен, 2023 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында халық саны 5022 адамға өссе, биыл бұл көрсеткіш 4300 ғана болған. Облыстағы жұмыссыздар саны 17 мыңға жетіп қапты. 2024 жылдың 1 қазандағы жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелгендер саны 16.860 адам болған. Батыс Қазақстан облысының экономикасында кеуде соғып мақтанатындай өсім жоқ екен. 2023 жылдың желтоқсанмен салыстырғанда 2024 жылдың қыркүйекте өндіруші кәсіпорындардың өнеркәсіп өнімдерінің бағалары 10%-ға өсті. Былтырғы брифингте неге тілшісі Батыс Қазақстан облысының әкіміне жол жөндеуге қатысты сұрақ қойған, алайда әкім нақты жауап бере алмай, қадағалаймыз ғой деп жақауратып қойды. Жолдың сапасы жөнінен республикалық рейтингте Батыс Қазақстан облысы тізімнің соңында жүреді. Жол мәселесі жылда сөз болғанымен шешімін таппай келеді. Құрылыстағы тек қана жолдарды салып, ақшаны игеру міндет емес. Бізге сапалы жол салу керек. Ол бірнеше жылға шыдайтын сапалы жол болуы керек деген былтыр облыс әкімі. Біздің білуімізше, әкімнің қадағалауынан соң жолдардың сапасы жақсарып кете қоймаған. Мәселен, биылдың өзінде ғана Батыс Қазақстан облысында жол сапасын қадағаламаған 160 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Тұрақты оқырманымыздың айтуынша, биылғы жылдың соңында бірқатар облыстардың әкімі ауысуы мүмкін. Биыл біраз әкім президенттен ескерту алды. Қатаң сөгіс алғандары да бар. Бұларды мемлекет басшысы ұмыта қойған жоқ. Ендеше ауыс түйісті дәл осылардан бастауы әбден мүмкін. Биылғы қыстың қалай болмағы белгісіз. Кейбір өңірлерде қыс қаһарына мінгендей жылыту маусымын үзіп алған әкімдер енді мемлекет басшысынан кешірім күтпей-ақ қойса да болады. Өйткені өткен жылғы қақаған қыстағы апаттық жағдайлар сабақ болды. Одан соң биылда қар қалың жауып, келер көктемде қарғын су тағы әуреге салмасына кепілдік жоқ. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиевке енді сергек болу керек. Енді бір қателік жасаса, қарамағындағы тағы біреудің істі болғанын күтпей-ақ қағып тастауы әбден мүмкін. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.